Сәлем достар, өте дәмді болып шығатын, дастархандарыңыздың көркін ашатын тауық етіне рулет дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сырымызды терканың ең ұсақ жерінен өткізіп аламыз. Одан соң оның үстіне 3 жұмыртқамызды қосамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Оның үстіне біздің майонезімізді қосамыз. Керекті граммдардың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Сол бойынша дайындаңыздар. Міндетті түрде барлығын таразыда өлшеп алуларыңыз керек. Үстіне 3 ас қасық манная кашаны қосамыз. Енді барлығын венчикпен немесе шаншқының көмегімен араластырып аламыз. Бір массаға жеткенше араластыруымыз керек. Енді противинге пергамент қағазын төсейміз. Менде Поклан фирмасынікі. Пергамент қағазының сапалы болуы маңызды. Одан соң барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Егер пергамент қағазы Покландікі болмаса, үстіне май жағуды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Дайын болғанға дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Менде тауықтың филесі осы блендердің көмегімен өткізіп алдым. Блендер болмаса мясорубкадан өткізіп аласыздар. Ыдысымызға салып, оның үстіне пиязымызды да өткізіп аламыз майдалап. Немесе теркадан майдалап өткізсеңіздер де болады. Одан соң дайын болған фаршымызға саламыз. Дәміне қарай 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Піскеннен соң міндетті түрде суығаннан соң алыңыздар. Одан соң фольгамызды осылай төсейміз. Фольгамыздың үстіне қоямыз. Тағы да қайталап айтайын, міндетті түрде суығаннан соң аласыздар. Үстіне осылай қойып, оның ішіне біздің салмамызды саламыз. Бір тегіс етіп, бүкіл жеріне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді ораймыз. Барынша нығыздау етіп орауға тырысыңыздар, өйткені нығыздамасаңыздар піскеннен соң ажырап кетуі мүмкін. Сол үшін ішінде ауа қалып қоймасын. Ең соңында осылай фольгамызға орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасап шығасыздар. Бір жағын орағаннан соң, екінші жағын орамастан бұрын бірінші ауасын шығарып аласыздар осылай. Содан соң екінші жағын орап, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке біздің рулеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде суығаннан соң кесесіздер, немесе бір түн алдын жасап, холодильникке салып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.